Сәлем достар, каналға тіркеліп лайк баса кетіңіздер. Мен бүгін сіздерге балаларда кездесетін майтабандылық туралы түсіндіретін боламын. Жалпы майтабандылық дегеніміз ол табанның сыртқы және ішкі формасының өзгеруі. Табанда доғалары болады. Ол доғалар бізде күмбездер деп аталады. Сол доғалардың арқасында табанның ортаңғы бөлігі бізде жерге тимей тұрады. Ал егер де балада майтабандылық болатын болса, табаны толықтай жерге тиіп жалпақтанып тұрады. Жалпы майтабандылықтың өзі туа пайда болған және жүре пайда болған болып екіге бөлінеді. Туа пайда болған ол бала анасының құрсағында жатқан кезде туа бітті ақаулардың салдарынан дамиды. Немесе балада паралич, яғни сал ауруы болатын болса, осы майтабандылық байқалады. Жүре пайда болған ол баланың артық салмағы, түрлі жарақаттар немесе рахит ауруы кезінде пайда болады. Яғни рахит ауруы кезінде микроэлементтердің жетіспеуі салдарынан сүйектердің құрылымы өзгереді. Майтабандылық кезінде балаға артокілемше қолданылады, массаж жасалынады. Сондай-ақ түрлі гимнастикалар қажет болады. Сонымен қатар, егерде балаңызда майтабандылық болатын болса, аяқ киімді дұрыс таңдау қажет. Өкшесі нық тұру қажет. Табанның қаттысы, яғни каблугі кем дегенде жарты сантиметр болуы қажет. Мен бүгін сіздерге осы майтабандылық кезінде жасалатын қарапайым үй жағдайындағы жаттығу түрін көрсететін боламын. Бұл жаттығу баланың аяғын ішке басу, сыртқа басу кезінде де өте пайдалы болып келеді. Егерде ақпарат пайдалы болған болса, каналға тіркеліп лайк баса кетіңіздер.